Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шақтағыдай өте дәмді болып шығатын коржиктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен сүтті ыдысқа құйып, газге қоямыз, үстінен қантты салып, жақсылап араластырып, қантты ерітіп аламыз. Бірақ сүтті қайнатпау қажет. Толығымен ерігеннен соң оттан аламыз, үстінен сары майды салып, тағы да жақсылап араластырып, майды толығымен ерітіп аламыз. Жақсылап ерігеннен соң басқа ыдысқа массамызды ауыстырамыз. Енді толығымен сууға қалдырамыз. Толық суығаннан соң үстінен бір жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып, жартысын құямыз, ал жартысын бетіне жаққанға алып қаламыз. Жақсылап араластырып, үстіне бір шай қасық қопсытқышты салып, тағы да қозғаймыз. Болғаннан соң ұнымызды 2-ге 3-ге бөліп салып, жақсылап араластырып, қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр бізде жұмсақ болады, және де қолға жабыспайтын болуы қажет. Толығымен жақсылап араластырып, осылай видеода көрсетілгендей қамырымызды дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шықты. Жұмыс істеу қамырмен өте оңай болады, себебі қамырымыз өте жұмсақ. Енді астына үстіне ұн сеуіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болуы қажет. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осындай болады. Ал енді керекті осындай кескіш насаткамызды алып, формачкаларымызды үстінен басып шығамыз. Барлығы дайын болғаннан соң пергамент қағазы төселген формамызға барлығын салып шығамыз, және де қалған жұмыртқаны бетіне жағамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10-12 минут пісіріп аламыз. Одан көп ұстайтын болсаңыз, сіздің коржиктеріңіз піскен кезде қатты болып қалуы мүмкін. Егер де сізде ондай формачка жоқ болса, осылай кесіп шықсаңыз болады, немесе қолыңызбен домалақ жасап үстінен басып пісірсеңіз де болады. Піскен коржиктерімізді толықтай бөлме температурасында суытып аламыз. Сонымен біздің коржиктеріміз дайын, өте жұмсақ болып шығады, дәмді болады. Ас болсын. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.